Біз сондай кішкентай ауылдан шықсақ та, біздің үлкендеріміз, әке-шешелеріміз, үлкендер сондай мәдениетті, тәрбиелі, сауатты болды. Артқы ұрпаққа үлгі болатын болды. Міне Жұмағали ағаның қандай жақсылықтарын, қандай жетістіктерін айтып өткенде жазып жатыр. Соның бәрін оқып, соның бәрін көріп отырмыз. Мінекей, бірақ енді бір сөзді жібермеймін, бәрін оқып отырмын. Енді біздің елден шыққан көп адамдар, елде тұрғандар, марқұм о дүниеге кеткен кісілер иманды болсын, жебеп желеп артта қалған ұрпақты жүре берсін. Өткенде сондай көп заттарды жазып жатсыздар. Мінекей, соған өзім сондай қызығамын. Ағам болған Қуат деген, ал Қуат, бірақ Қуат дейтін біз 40 жасында қайтыс болып кетті. Мына Алматы жақта тұратын, сол шамалы кішкентай өзі бір қара сөзбенен өлең жазасыны бар болатын. Өткенде соның өлеңдерін жинастырып, бір кішкентай кітап қылып шығарып алғам. Соның ішінде жаңа өзінің жазған бір қолтаңбасын қарап отырсам, ұялым деген бір 5-6 шумақ өлеңі бар екен. Соны өзім жаңа ойлап отырып, шаттағы қыздарға, жігіттерге жазайын, бір айтайын деп отырмын да, өзім бір ауылдан шығып, бір-бірімізге тілекші. Мен ойлаймын, біздің елден шыққан адамдар өте ақ жарқын, ақ көңіл, мейірімді. Сондай ол ата-бабамыздан тараған бізге сондай бір мейірімділік. Сондықтан да сол кісілерге көптен көп рахмет. Сондай кішкентай ауылда тұрып, осындай үлкен жетістікке жеткендеріне. Сондықтан да мінекей қазір оқып берейін. Ұялым деп жазыпты. Ұялы атты туған жері ауылым, баласымын балықшы деген қауымның. Тағдыр солай жазған болар басында, гүлін теріп жүрмін алатауымның. Кім біліпті арал солай кетерін, суды көрсе еске алар мекенін. Балдар ма сендіре алмай келемін туғанымды, теңізде рас екенін деп. Сөйтіп шамалы ғана жазыпты ұялы туралы. Соны жаңа өзім оқып отырып, осы сіздерге оқып беріп жатырғаным ғой. Мына шатта ашқан амандыққа да өткенде айтып жатырмыз. Үлкен рахмет. Бұл екінің бірінің қолынан келмейді. Бұл үлкен еңбек. Ештеңені жібермей, бәрін жазып, бүкіл өткен ата-бабамыздың, туған жеріміздің бәрін еске алып отыр. Біз де осындай теңізде тұрғанбыз, біздің де осындай жер болған дейтін едік. Мінекей, сол ауылды, ұялыны қайттан жаңадан туғандай, жаңадан жаңғыртып, еске алып жатырмыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Құрметті ұялылық бауырлардың ұрпақтары, балалары, немерелері, мынау шатқа мүше болып кіргеннен кейін көп жайттерге қанығып, көп нәрселерді еске түсіріп, көп адамдарды көріп, солардың мінездері, айтқан кейбір сөздері, қылықтары, кәсіптері есімізге түсіп, біраз марқайып қалғанымызды сіздерге айтқым келеді. Рахмет. Туған жер әркімге ыстық, әрқалай. Ұялда ешнәрсе қалмағанмен, оны іздейтін ұрпақтың қалғанына қуанамын. Өткен жыл біз үшін туған жерді, туған ауылды, тулаған теңізімізді тартылып кеткен қазіргі еске түсіретін жылымен қымбатты. Жұмағали ағамыздың, ол кезде біз ұялда ұру дегенді білмейтін едік, шынын айтқанда. Ол кісінің дауысы, ол кісінің қазіргі сол кездегі ұйымдастырушылық қабілеті біздің әлі көз алдымызда. Біздер де мынау егістің бригадирі болдық, басқардық. Солардан қалған бір іс сияқты, солардан үйренген бір тәмсіл, солардан қалған бір тәжірибе сияқты болып елестейді. Жұмағалидан көп шалдар есімізде. Өйткені біз сол кісілермен әйтеуір солардың шылауында жүрдік, солардың етегін басып жүрдік, солардың айналайын сен жақсысың деген әңгімесін естіп, жұмсағанына құлдай болып жүрген жігіттердің біреуіміз. Жұмағалида сондай бір бауырмал, сондай бір өз ісіне берілген тәжірибелі, сондай бір ұйымдастырғыш адам ретінде елестеймін. Амандықтың да айналайын мына шатты ұйымдастырып, осынайлардың бәрін неткені үшін мен саған үлкен рахмет айтамын. Аман бол бауырым, қайда жүрсең де. Ұялының атын өлтірмей жүрген жігіттердің, санаулы жігіттердің бірісің. Әсіресе мына кездегі анаға сәлем деген хабарыңды естіп, мен көп
толқыдым. Көп деген адамдар, әйел аналардың, жеңгелеріміздің, апаларымыздың, бауырларымыздың суреттері көз алдымызда қарап отырсам, солардың бәрі елестеп